бір тамаша қыз бен жігіттің айтысына куә боламыз деп күтіп отырмыз. Ортаға Алматыдан келген Аяулым Жұмабек қызын шақырамыз. Аяулыммен айтысатын арқалы ақын Саят Әбенов. Саят қашып кеткен жоқ па? Орғайдың қараңғылы байғаяғым ұшыр делі шырыңмен сәлеміңді ұсын деді қошағың құтқа толып жатыр міне шуағын тәуелсіздік түсіргелі ассалаумағалейкум сәлем бердім осы сәт жарқырайтын түсінбеді дүбірлі тойларыңыз құтты болсын әр ақын өз бетінше мүсіндеді мен осы сахнаға шығар кезде көбісі мынау кім деп түсінбеді өзімді таныстырып өтейінші мына сәт басқа қонған құсым беді мен осы Астананың таксисімін жігерім жырларымның ішіндеді білмеймін қалай шығып қалғанымды бұл өзі өнім бәлде түсінбеді шабайын шап десеңдер шан шығарып өнерден қалыс қалсам түсінмеді шашайын жырдан шашу тойларыңа осы сәт тілек айту үшін беді кәмелет жасқа толып жатыр екен әрқашан баса берсін ісілгері 18 жасар қалам сен қымбатсың 18 мың қаламның ішіндегі айғаяғым ай таксиспін дегеніме шоқсыздар ма иябым табанымнан өтті ызғарда ойдақ боп жүргенімнің себебі сол кәсібім ұнамайды көп қыздарға қара жұмыс істеген елбасымыз ағайын айтыңдаршы тексіз жан ба сондықтан мына мен де ұялмаймын аман сау алдарыңа жеткізді алла Артемнің манайында жүрем ылғи сол жерде мені көрген жоқсыздар ма ағайын шапалағың естілмейді таксиге мінбеймін деп отырсыздар ма айғаяғым бұл айтыс қазағымның мәңгі өнері айтылсын ақындардың дәмді өлеңі айтпақшы менің әкем хабарласып жүрсіннің қолын барып ал деп еді айтысқа күнде шығып жатқан жоқсың бұл сәтті пайдаланып қал деп еді ойбай-ай елден ұят болады деп ем сонда да әкең үшін бар деп еді себебі менің әкем бұл кісіні әр қазақ бір тұтатын нар көреді және де бір жағынан осы қолмен айтысып біткеннен соң бал береді ендеше қолыңыздан алайыншы әкем де сезген болар әлденен айғаяғым
керемет қып құрыпты өлең. Қарамайын мен де боған күдікпенен, жүкеңнің саят барып қолын алды, ол балды берер деген үмітпенен. Құдайдың астанада тап қылған ай, бір орында отырмайтын жігітпенен ай. Қара қыз күте тұршы айғаяғым қасымдағы, жөн болмас жігітті қыз басынғаны. Алатаудың төрінен қош келіпсің, махаббатым 20 жасымдағы. Содан бері қаншама жылдар өтті, әйтеуір сенің бағың ашылмады. Қойныңа бір күйеуде бұйырмады, мойныңа бала шағаң асылмады. Бұл күнде сен де бойдақ, мен де бойдақ, тұрған жоқ айланды құр асырғалы. Білесің, саған деген өз сезімін бұл саят ешқашанда жасырмады. Одан да біз екеуміз қосылайық, ағайын қолын соқса осындағы. Әйтеуір жасың келіп қалған соңба, көрініп тұр түрінің ашынғаны. Кәрі қыз атанатын түрім бар деп, дұрыстап ішпей жүрсің асыңды әлі. Шашбауыңды шешкізсең шашыңдағы, мәселеңде шешілер басыңдағы айғая. Құдайым сені берді айғаяғым бүгін маған. Мынау кім дейсің бе жыбырлаған? Қалайша бір орнымда отырамын, қасыма қыз жайғаса жымындаған. Жүресің айт сайын жарқ-жұрқ етіп, білесің бұрын саған қырындаған. Мен бейбақ не сұрасаң соны беріп, жігіттік жолымнан еш жығылмаған. Сонда да мен өзіңе жақпайтынмын, сол кезде болған шығар түрім жаман. Айттым ғой 30 жасқа келгеннен соң, басы да бұрылды ғой бұрылмаған. Өзіңді ұнатамын деген кезде, жының кеп отырушы ед бұрын маған. Айтыстан соң дайындап алып қашам, көк тиынға керек жоқ жының маған айғая. Ой, пірмай не көрінді ағамызға, шығасап тап берді ғой қара қызға. Қазіргі жігіттерді ұқпай қалдым, сөздері үйленеміз аламызда. Мен өзі түсінбеймін соңғы кезде, айтысқа жар таңдауға барамызда. Бүгінгі айтыс ерекше болайын деп тұр, бір ұшқын пайда болды арамызда. Саят енді екеуміз не қыламыз, көсіліп ақындарша шабамызда. Жоқ әлде осы айтысты қоя тұрып, тәуекелде үйленіп аламыз ба? Шынымен мен алуды мақсат көрсең, мен ағалым ие болшы жақсатқа сен. Өзіңе жар болуға мен дайынмын, осынша жыл сезіміңді сақтап келсең. Мен алсаң өкінбейсің пысық қызбын, болады әппақ шәйнек әппақ десең. Айтысты қоя салып үйде отырам, мәпелеп ата-анаңды нақпақ десең. Мәшине керек емес қолмен жуам, балағы шалбарыңның батпақ десең. Жаздың шәйін ішпеймін деп бұлдансаң, балконғана от жағамын, от жақ десең. Енері аяу
басады, береді тақпақ айтып тақпақ десең. Халық санын көбейтуге үлес қосып, баланы да көп табамын, көп тап десең. Егер де тоқал алам деп білінсең, оныңа да келісемін жақсақ десең. Әй, бірақ мұның бәрін шын деп қалма, әншейін әзілім ғой, нақтап келсең бай. Мың сәлем астаналық ағайынға, таудан биік тұратын аралында. Қасиетті бабамның қаны тамған, Алланың нұры жауған алабына. Нұр ағамның секілді қолтаңбасы, айбатты астанадай қаламына. Алталаш Ағордан деп мақтан тұтып, сәттілік тілейді күнде қадамыңа. Бүкіл түркі баласы төркінім деп, қуаныш ұялатты қабағына. Естілмеген ертегім нұр астана, ескірмейтін ертеңім даламына. Бөтенсімей ағайын құшағыңда кеп отқан Алатаудың маралына. Қыз ғұмыр көктемімнің маңдайынан, сегіздейін сарыарқаның самалына. Алла деп алдарыңа келіп тұрмын, бал жағып домбыраның шанағына. Шарықтап шыңға шығып кететіндей, шаңын жұққан азамат балағына. Жеткендей төбем көкте болып отыр, тигенде топырағың табаным майы. Көңілін ер жігіттің кімдер тыймақ, отырмын бұл саятты мен де сыйлап. Бұл күнде үйсіз, күйсіз жүрген жансың, сол жағын ойладың ба басты милап. Әй, бірақ астананың таксистісің, қайтейін жаным сені бекер қинап. Келісіп үйленейік десем егер, Саятау қайда болмақ біздің үй жақ. Түнімен әлде екеуміз жүреміз бе, сен шопыр, ал мен болсам ақша жинабай. Таксист екенмін деп айқаяқ жасымаймын. Айтайын мағынасын осы жайдың, оның рас күндіз түні жүремін мен, жанымда Артемменен Жасыбайдың. Арзанға апар десе апарамын, сондықтан көпшілікке рас ұнаймын. Үйің жоқ таксисің деп тілдеп кеттің, аяуым не десең де жәшідаймын. Еңбекпен адаласты тауып жүрмін, жегенім болмаса да асыбайдың. Екі қолға бір күрек болса болды, жұмыс жоқ деп желкемді қасымаймын. Астаналық клиенттер аман болса, Алматының бұл қызын асыраймын. Өр жаққа енді шыққан саятыңның, өр жаққа домалайды тасығайдың. Айдысқа көп шығарса жүрсін ағам, өзіңнен басқа ешкімді тасымаймын айғаяғы. Жаныма өткір жығын шегелейді, саятты үйсіз жанға тенемейлі. Екі жас бірін-бірін сүйіп тұрса, бар мен жоқ нәрсесін елемейді. Бірақта торғай жақта дәуейім бар, бұл сылдауым жолымды бөгемейді. Бұл жерде мен секілді квартирант көп, тұрса да көкке жетіп төбемейлі. Біреулер жаны ашып айтқан менен, біреуге квартираңды төлемейді.
қос бүйірден қысқанда қос кірей дейді, жақыныңда жан ашып демемейді. Ал сенің Алматыда екі үйің бар, ағайын үйі барлар не демейді, айғаяғы. Аяулым мені сонша мінеп отыр, үйім жоқ болған соң ба үдеп отыр. Соншама Астанадан ұялардай дейсің бе көкелерім тіреп отыр. Квартирам төленбеді 2 ай болды, соны ойлап көңіл күйім жүдеп отыр. Осы айда төлемесең шығарам деп қазайкам күнде қарғап сілеп отыр. Айтысқа барам деп ем ол қуанды, үйде отырып ақшаны күреп отыр. Дәл бүгін бұл айтыстан жеңгенімді мен түгіл қазайкым да тілеп отыр, айғаяғы. Аяулым дейтініңді деп алдың ба? Үйіңнен жейтініңді жеп алдың ба? Ал енді қызғыныңмен қоштаса бер, армансыз 25 жыл дем алдың ба? Өзіңді аламын деп келіп отқан саятты ұялтпашы көп алдың да. Бақытты өмір сүрсек болған жоқ па? Жаныма одан басқа не бар мұнда? Айтпақшы кеше саған сатып алған сыйлайын алтын жүзік ел алдында, айғаяғы. Күшті сый жасадың жаным маған. Бұл сыйлықты ойланбастан қабыл алам. Саусағымның размерін білмеушен ғой. Бұл саят кімнен сұрап алып алған? Алтын жүзік алғаныңа қарағанда байқаймын қалтаң біраз қалыңдаған. Мен ешкімге сыйлық беріп көрмегенем, маған да сый берер жан табылмаған. Бақыттан құлап қалып жүрмейінше, жаратқан бере көрші сабыр маған. Елорданың тойында ер сыйлығын жарқыратып қолыма тағып аламай. Вау, саят, керемет қой талғаныңыз. Жақсы болды осы сыйда алғаныңыз. Мұндай сыйлық көп жерде табылмайды. Мен үшін қай базарды таңдадыңыз? Мұндай қымбат заттарды көп алмашы. Ортайып қалады ғой карманыңыз. Тосын сыйың аяулымға қаттынады. Енді әрі той жағына қамданыңыз. Сыйлық ала білмейтін жігіттер-ау, саяттан дұрыс ақыл алғаныңыз. Көрерменге көрсетейін сыйлығыңды, баршаңыз таңдай қағып таңданыңыз. Қысқасы қызық болды жұрт алдында. Бос қорапты шолып бере салғаныңыз. Бұл сыйыңмен тек қана мені емес, астаналық бүкіл елді алдадыңыз. Сонда да сыйлығыңды сақтап қоям, ол жағына болмасын қамдарыңыз. Бос қорапты не қылат деп ойламаңдар. Саят біздің көп қой, я арманымыз. Тым болмаса керемет қорабыңды мәшина қып ойнап жүрет балдарымыз.
бірде жүрмін саятмен бірде өлеңмін. Астанаға келеді күнде келгім. Ер сыйлығы қашанда биік тұрады, оны әсте менсінбей тілдегенгім. Алматының қыздары жұмсақтау деп, барым деп бос қорапты бізге бердің. Жұрт алдында ағыңнан жарылған ішіндегі жүзікті кімге бердің? Шабалақтап тұр, қошеметпен. Қошеметтеп отырайық, қошеметтеп отырайық. Дауысын неткен ашет айқаяғым зарламашы. Дейсің бе жүзігі жоқ алдамашы. Аяулым біле білсең ондай жүзік тақпаған бұрын соңды жан баласы. Квартирамның ақшасына сатып алғам, хозяйкам құсабенді қарғамашы. Әдейі оны үйіме тастап кеттім, бұртия бермей маған сәл қарашы. Үйіме барған кезде тағасын ғой, жүзіктің бұл жай ғана жарнамасы. Айғаяғы тағы қайталаймын. Ойдақ боп жүрген соң жүзіктің бар жоғын көп байқамаймын. Атамын деген едің сызбадың, көнеліңді алтын үшін бұзбағын. Жүзікпен емес пе, сүйектерімізбен бірден аяулымым-ау, қабағыңды неге маған күйесің? Алтын үшін сонша жанып күйесің, екеумізден қайсымызды сүйесің? Аяулымым-ау, айтшы қашан мұраға, айтшы қашан маған байға тиесің? Сол уақытта бір жолата киесің, ол жүзікте күтіп отыр үйімде өз иесін. Қосылса лап-лап етіп айқаяғы жанамыз ғой. Әліптің артын енді бағамыз ғой. Жүзіктің размеріне уайымдамақ, қол ұстасып Артемға барамыз ғой. Келмесе ауыстырып берем деген сатушы сен секілді қарағыз ғой. Астанада жүрмін ғой шешу үшін, оның да бір шешімін табамыз ғой. Аяулым тіпті болмай бара жатса, саусағына суласақ та тағамыз ғой. Әйтеуір біз жігіттер алмай жатып, бұл қыздарға қарыз боп қаламыз ғой. Алмағанша ештеңе дей алмаймыз, алғаннан соң аузын жабамыз ғой. Айғаяғы отырғандай патшаның сарайында, парықты жыр арнайын ағайынға. Несіне жалтақтайын саған енді, тіл жақсылар отыр ғой маңайымда.
Жүкеңнің бір қыз едім, Саят менде. Әкеммен ақылдасып алайын да. Ау жүке төрелігін өзің айтшы, Саяттың жұлдызы боп жанайын ба. Әлде осы сол жағындағы тентек ұлды қара жерге қазық қылып қағайын ба. Әлде сенің айтыстағы еркең болып, сахнаның төрінде қалайын ба. Жоқ әлде торғайысыңды тек өлкеге не қылайын, келін болып барайын ба. Жыртықтың жүрегіңнен құбан бәрің, өздеріңмен бір болуға құмар жаным. Алматыдан келді деп ақын қызым, құлагердей құрметтеп тұмарладың. Арқаның ардақ делі ақан туған, қашанда жақыт жырға құмар жаның. Бір тарауын сый қылып кетем бүгін, айтыс деген бітпейтін шығарманың. Табанымды тағалап отырсыңдар, бағым жанса анамдай қуанғаның. Асқарыңа демесең асқар елім, аспаныңда жарқ ету шынар арманым. Базарыңда айтайын жырдан тілек, назарында жүргенен бір Алланың ақылдарың тек биікке ұмтылсын, бастарыңда бақпен қыдыр бір тұрсын. Өмірлерің мәңгі боп, тәуелсіздік мәңгі боп, астанамыз сағат сайын құлпырсын. Осы менен қошаман бол астанам, тек өзіңе арналады асқаған. Қызың барда қылықты, ұлың барда жілікті, еңсең сенің биік тұрат басқадан. Саған енді тілек айтам бойдағым, дәл өзіңдей әзіл айтпас бойдағым. Бұзылмасын таксиің, болсын жаңа жақсыйың, осылайша орындалсын ойдағым. Айтар болсам енді сөзді нақтырақ, қошеметті қылыңдар шығаттырақ. Сөзімнің көп азылар, екеумізді разылар, финал жаққа өткізердей боп тұрар. Сый жасадым өлеңмен, ырза болсын көрермен, одан асқан бақыт маған жоқ бірақ. Ол енді аяулым жан айқая-қол көңілденсін, жараспас екеумізге бөлінген шын. Ағайын Алла жазса той болады, қос ғашыққа бұл айтыстың төрін берсін. Айтпақшы, тойға келер қазыларым, екі жасқа ұпайдың онын берсін. Бір үйден бір адам алса жетеді ғой, дұрыстап бұл Саятқа орын берсін. Екеумізге шапалақ ұрғандарға самұрық әл-ауқаттың қорын берсін. Бір жеңгемен 40 жыл тұрып белген жүрсіндей ағамыздың жолын берсін. Біздерге жақсылықпен аяқталар үндінің фильмінің сонын берсін. Осының барлығы да болсын десе, аяулан мына маған қолын берсін. Үйім жоқ, әйелім жоқ, мәшинам бар, Құдайым бұл Саяттың жоғын берсін. Қанша мен көндірсем де көнбейсің ғой, қолыңды оңайлықпен бермейсің ғой. Білесің жаман жігіт емесімді, тегімді айтпай кетсең тергейсің ғой. Кешегі Қобландының ұрпағымын, жүрсіннің бауырымын сенбейсің ғой.
киелі туған жерім қарт торғайым, ол жаққа келін болсаң өлмейсің ғой. Осы бір мүмкіндікті пайдалансай, өмірге қайта айналып келмейсің ғой. Бәрекелді. Қоймадың сенде қой демем, айтылмай қалмас ойды өлем. Бос қорап берген жігітке дос болайық деп қол берем. Бәрекелді. Қошемет ағайын. Айтарлы сөзім боп тұр ағайынға, мұндайда айтшы үнсіз қалайын ба? Енесі хабарласып жатыр екен, телефонды алмайын ба, алайын ба? Алло, анашым. Алла жаса үйге келін апарамын. Ақтымыздың күйеуі ата-анамын. Екі жастың қосылғанын тілеп отқан халықтың естіңізші шапалағын. Айтпақшы, той тізімін бұзыңызшы. Қайтадан адамдарды тізіңізші. Осында отырған 5 қазы бар. 5 келмейтін адам тізіңізші. Жүрсін аға, тойыма келем деп тұр. Өзіңдей бауырыма сенем деп тұр. Тойларының құрметіне осы айтыста екеуіңе бас жүлден берем деп тұр. Аяулыға көлгірсіз көлем деп тұр. Алып қашсаң асыл өлем деп тұр. Анашым айтыстан соң хабарласам, бір түрлі настроением төмен деп тұр. Кешіріңіздер, аналарды бағаладым. Көтеріңдер келіп жатса шамаларың. Аман болсын осы күнгі аналарым, соткыменен іздейтін балаларын. Жөн болар бұл саяттың саспағаны, бақытты болады ғой жастар әлі. Аяулым дос болсақ деп қолым берді, шын махаббат достықтан басталады. Сөйлесеміз, ағайын сау болыңдар асқаралы. Бәрекелді. Қазір бауырымыз Сақинаның парокысы дос айтпайсың деп ұрын беріп жатыр. Аяулымға берейік, аяулым. Тойдың басы басталды кәдеге. Ол айтысы бастаған саяқ әден. Енді де істейді кесті. 9-10-9-10. Аяулым бағасын көрсек.